Сәлем баршаларыңызға. Бүгін мен сіздермен бірге жүсай қосылған вареникидің рецептімен бөлісетін боламын. Бір бос ыдысымызға ұнымызды салып, одан кейін тұз қосылған суымызды құйып, қалыпты тығыздықтағы теста илеп аламыз. Міне тестамызды осылай тығыздықта илеп алдық. Енді біз оны 15 минутқа тындыруға қоямыз. Одан кейін ішкі начинкасын дайындауға кірісеміз. Біз енді осындай ұсақ етіп туралған жүсайымызды бос ыдысымызға салып аламыз. Жүсайларыңызды міндетті түрде ұсақ етіп тураңыздар. Енді үстіне пиязымызды осындай ұсақ етіп турап саламыз. Сосын оның үстіне осындай ұсақ етіп туралған фаршымызды салып аламыз. Енді оның үстіне тұзымызды, дәміне қарай қара бұрышымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Міне біз жаңағы тындырып қойған ұнымызды енді бір рет илеп, мантыға жайған қамырдай етіп, жұқа қылып жайып аламыз. Біз осылай етіп жайып алған қамырымызды осылай домалақ формаларымызбен домалақтап кесіп аламыз. Жұқалап жайып осылай кесіп алғаннан кейін осындай формамызға салып түйіп аламыз. Егерде осындай формаларыңыз болмаса, кәдімгі вареники құсап түйсеңіздер де болады. Шеттерін шанышқының көмегімен жапсырсаңыздар болады. Одан кейін қайнап тұрған суымызға салып пісіріп аламыз. Міне біздің вареникилеріміз дайын болды. Енді оны осылай өздеріңіздің қалаған аштыларыңызға салып жесеңіздер болады. Егерде видео ұнап жатса, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Мен сіздермен көптеген жаңа рецепттермен бөлісетін боламын.